Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай құлпынайлы бананнан жасалынатын коктейльдік рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар жуылған осындай құлпынай, банан, балмұздақ және де әсел және сүт қажет болады. Араластыру үшін блендер қажет. Алдымен блендердің ыдысына бананымызды, құлпынайымызды саламыз. Егер сіздерді арнайы коктейль жасайтын блендерлеріңіз болса, сонымен жасауға да болады. Үстіне енді әселімізді саламыз. Әсел өз қалауларыңыз бойынша, яғни мед қоспай қойсаңыздар да болады. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, аллергияларыңыз болса, және де үстіне сүтімізді құямыз. Балмұздағымыздан бір 2-3 бөлігін саламыз. Жасап жатқан коктейльдің мөлшеріне қарап жасайсыздар. Енді блендерімізден астынан үстіне қарап араластыра отырып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Бір келкі масса болу қажет, яғни құлпынайымыз езіліп, барлық қоспамыз араласу қажет. Осылай жақсылап, 1-2 минуттай араластырып аламыз. Бұл коктейль өте пайдалы, дәмді, бір жасағаннан шығатын, көп уақыт алмайды. Мінекей дайын болды. Арнайы осындай коктейль ішетін ыдысымызға дайын болған коктейльді құямыз. 2-ақ минутта дайын болатын коктейльдің дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын, көп уақытта алмайтын, өте дәмді, кез келген адамға ұнайтын коктейль. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.